әрбір әрекет адамға бір энергия береді. Яғни жай ғана өйстіп жүруінің өзі. Жүгіру емес, секіру емес, жай ғана киіміңді киіп, ниетіңді түзеп, үйден шықсаң болды да. Ары қарай бізде солай болды, бүгін демалыс. Енді андайда адам бір орында отыра берсе, бір орында жата берсе, бір орында жүре берсе, энергия бір түйіліп қала ма, бір нәрсе сондайша. Адам яғни вроде бәрі бар, уайым жоқ, шүк бәрі жақсы, бірақ андайда бір энергия, бір мотивацияма біраз жетпей тұрады. И мен бір рет осындай оқиғадан түсінгенім, яғни сондай ситуациялар тек сондай тұрып, жүріп, шығып кету керек та. Айналаңызда парк болса, аллея болса, өйстіп жүріп, қадамдар басып, ойланып, жақсы нәрселерді. Сразу бітіп шабыт келеді, энергия пайда болады. Мен өзім жаңа сол нәрсені сезіп бастағаннан кейін үйден шықтым. Және жалғыз емес, өзім бүкіл бала-шағамды алып шықтым. Келіншегім айтады, біз бармай қойғыш дейді да, ерініп тұр. Сосын жүріп қайта айтады. Сөйтіп жарты жол жүрдік, жарты жолдан кейін айтады да, жүргеніміз дұрыс болды дейді. Үйден шыққанымыз дұрыс болыпты дейді. Өзімді жақсы сезініп жатырмын дейді. Уже сразу түр өзгерген, көңіл күй өзгерген. Айтам да, егер өмірлеріңізде сондай бір түсініксіз жағдайлар болса, бір мотивацияңыз жоғалса, шабыт кетіп жатса, өйстіп жүріп қайтыңыздар. Жүріңіздер, жақсы нәрсені ойланыңыздар. Және де жаман нәрсеге фокустамай, именно өзіңіздің болашақта қандай мақсат бар, қандай армандарыңыз бар, соларды бір ойлап көріңіздер, көз алдарыңыздан өткізіңіздер, сол нәрсені елестеңіздер. Және де бұл өмірде мүмкін емес нәрсе жоқ. Былай қарап тұрсаңыздар, бұны қазір мен өзім шығарып отырған жоқ, бұны уже тарихта көрсетті ғой, қанша адамдар бар, өздерінің іздерін қалдырған бұл өмірде. Ештемесіз, нөлден бастап жеңімпаз болып шыққан да. Сосын сізде де өмірде сонда бір кішігірім болса, ниет болса, осы өмірде мен өзімнің орнымды табуым керек, бұл өмірде мен бір нәрсеге жетуім керек, мен бір нәрсе істеуім керек десе, ол әр нәрсеге байланысты. Табыс, кәсіп, денсаулық, отбасы, әр нәрсені реттеуге болады, егер өзіңізбен қалып, кішкене ойланып, жүріп, және де бұл жерде ең үлкен пайда бұл салмақ тастау. Мен бір түсінгенім, яғни жүгіруден емес, жүруден салмақ тастайды екенсің ғой. Егер осы видео пайдалы болса, лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Алла насіп етсе, жақсы да бір осындай контенттер салатын боламыз біздің каналға.